Саламатсыздар ма? Сіздердің алдыңызда Toyota Prius автомобилінің гибридті двигателінің жұмыс істейтін стенді орналастырылған. Қазіргі таңда ең маңызды мына автомобиль жасау саласында Европада болсын, Азия мемлекеттері болсын, басқа да әлемнің мемлекеттерінде кеңінен қолданып жүрген двигательдердің бірі бұл гибридті двигатель. Гибридті двигатель дейтініміз екі двигатель қосылып, бір двигатель жасайды. Оны қалай түсінуге болады? Міне сіздердің алдыңыздағы гибридті двигатель Toyota Prius-тың біреуі міне сол қолымның астында 4 цилиндрлі іштен жанулы двигатель орнатылғанда, оң қолымның астында менде мұнда генераторлы электродвигатель орнатылған. Екеуі қосылып, Toyota автомобилінің Prius-тың іштен жану гибридті двигателін құрапты. Толығымен мына жерде 4 цилиндрлі іштен жану двигателінің жүйелері, механизмдер бәрі орнатылған. То есть іштен жану, от алдыру жүйесі, салқындату, майлау жүйесі, қоректендіру жүйесі толығымен солардың барлығының датчиктері орнатылған. Мына жерде толығымен электродвигательдің толық жаңа комплектующиймен бірге датчиктері бәрі орнатылған. Бірақ та өзінің жұмыс істеу принципі бойынша автомобильдің Toyota Prius-тың іштен жану двигателінің принципі бойынша бірінші бізде іске қосқан кезде, міне панельде бізде пуск-старт кнопкасы бар, чип картаны анықтайтын бізде кнопкасы бар, трансмиссия переключателі бар, және лабораториялық жұмысты көрсететін панель бар. Пуск-стартпен мінекей біз двигательді іске қосамыз. Іске қосылған кезде двигатель іске қосылғаннан кейін біздер деген осы пуск-старт арқылы двигательді қайтадан сөндіріп аламыз. Іске қоса аламыз, және сөндіру мүмкіншілігі де туады. Содан кейін мына жерде трансмиссия селекторы бар. Бұл трансмиссия селектор астыңғы жағында орнатылған кішкентай қосымша электродвигатель арқылы сол жақтағы, оң жақтағы жетекті іске қосады, және автоматты түрде іштен жанудан электродвигатель іске қосылады. Және тағы бір ерекшелігі, алдыңызда 10 жұмыстыр, осы 10 лабораториялық жұмыстың қайсысын біріншісіне бергіміз келе ме, студентке тапсырма қылып, екіншісіне бергіміз келе ме, тіпті деген үшеуін бірден беруге, төртеуін бірден беруге болады. Осы 4 жұмысты студент осы двигательде тұрып, толығымен техникалық қызмет көрсетуге және жөндеу мүмкіншіліктері туады. Стенд бұл действующий орысша айтқанда іске қосылатын модельдік стенд болып табылады.